Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз сіздермен жұмсақ әрі оңай, тез дайындалатын йогуртты пирог пісіретін боламыз. Ең алдымен жұмыртқамызды алып, үстіне қантымызды салып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Оның үстіне сары майымызды салып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Ендігі кезекте алдын ала електен өткізілген ұнымыздың үстіне жарты шай қасық қамыр қосып, осылай қасықтың көмегімен біріктіріп араластырамыз. Алдын ала електен өткізілген ұнымызды қосып, басында қасықтың көмегімен араластырып алдым, кейіннен қолыммен араластырып, біркелкі жұмсақ қамыр еледім. Мен барлық ингредиенттердің құрамын осы видеоның астындағы описание бөліміне жазып кетемін. Міне осындай қамыр дайын болды. Енді дайын қамырымызды қаптап, кемінде холодильникке 10-15 минутқа салып қоямыз. Оған дейін салмасын дайындаймыз. Міне менде йогурт Foodmaster фирмасындікі шабдалы дәммен алдым. Кез келген дәммен алсаңыздар болады. Оның үстіне қаймақ қостым 20%. Және де қойылатылған сүт, 2 дана жұмыртқа, 1 ас қасық жүгері крахмалын қосып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Түйіршіктер болып қалмасын, асықпай жақсылап араластырып алыңыздар. Және де менің каналымда тіркеліп, қолдап, лайк басып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ең соңында 1 шай қасық ванильді қант қостым. Міне менде дайын болып қалды. Енді формамызды алып, осылай қамырымызды орналастырып шығамыз. Менде форманың диаметрі 24 диаметрлі, кез келген форманы, не кольцоны алсаңыздар болады. Және де қамырымызды осылай жан-жағына жақсылап апарып, біркелкі етіп орналастырып шығамыз. Міне менде дайын болды. Осылай біркелкі етіп орналастырып шықтым. Енді оның үстіне салмасын құямыз. Осылай құйып, жан-жақтарын қолмен аз-аздан басып шықтым. Қысып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минут көлемінде пісіріп аламыз. Менде 40 минутта пісті. Міне пісіп шықты және формадан толықтай суытып, бірақ босатамыз. Кемінде холодильникке 3-4 сағатқа салып қоясыздар. Өте дәмді болып шығады. Менің балаларыма өте қатты ұнады. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Жасап көріңіздер, ас болсын.